Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Қайта қауыштық. Мен Гүлназ дәрігер. Бүгін біз өте маңызды тақырып туралы сөйлесеміз. Жатыр. Бұл барлық әйелде бар мүше. Бірақ таңқаларлық, оны шынымен білетін әйел өте аз. Мектепте айтты, бірақ беткі жағын ғана бала туады деп. Бітті. Ал оның қандай мүше екені, неден тұратыны, не істейтіні, қандай аурулары болады, мұны ешкім толық түсіндіріп бермеді. Мен бүгін осы олқылықты толтырамын. Бүгінгі видеоны соңына дейін қараңыздар, өйткені бұл сіздің денсаулығыңызды сақтайтын ақпарат. Жатырды білу бұл тек анатомия сабағы емес, бұл өз денеңізді түсіну, белгілерді ерте анықтау, дұрыс шешім қабылдау. Мен бүгін сізге мынаны айтамын. Жатыр деген не? Қандай көрінеді? Оның бөліктері мен қабаттары, 5 маңызды қызметі. Өмір бойы циклдан климаксқа дейін онда не өзгеретіні, жиі кездесетін аурулары, және ең бастысы, қандай белгілер болса, дәрігерге 1 минутта кешіктірмей бару керектігі. Дайынсыз ба? Бастайық. Жатыр. Бұл кіші жамбас қуысында орналасқан бұлшық ет мүше. Медицинада матка немесе латынша ютерус деп атайды. Елестетіп көріңізші, алмұрт. Дәл алмұрт тәрізді пішін. Жоғарғы жағы кен, домалақ, төменгі жағы тар. Ол қынапқа ашылады. Өлшемі қандай? Жүктілік болмаған кезде ұзындығы шамамен 7-8 см, ені 4-5 см. Бұл ірі алмұрт немесе кішкентай мандарин көлемі. Салмағы небары 50-70 грамм шамасында. Кішкентай ғой, бірақ оның мүмкіндіктері керемет. Жатыр кіші жамбаста орналасады. Алдынан қуық, артынан тікшек жатады. Олар өте тығыз орналасқан. Сондықтан жатырдағы өзгерістер кейде несепке немесе іш жүрісіне де әсер етеді. Бұны ауру белгілерін айтқанда есте сақтаңыздар. Қалыпты жағдайда жатыр сәл алдыға қарай еңкейген болады. Медицинада бұл антифлексия деп аталады. Бұл норма. Кейде жатыр артқа қарай еңкейеді, ретрофлексия. Бұл да кездеседі. Кейбіреулерде ауырсынуға, дискомфортқа себеп болады, ал кейбіреулерде мүлдем белгісіз. Үрейленудің қажеті жоқ, бірақ гинекологпен сөйлескен дұрыс. Жатыр байламдар арқылы ұсталады. Байламдар шағын бұлшық ет түржолақтар. Олар жатырды орнында бекітеді. Егер байламдар босаса, жатыр төмен сырғып кетуі мүмкін. Мұны жатыр түсуі немесе пролапс деп атайды. Бұл туралы кейінірек айтамын. Енді жатырдың бөліктеріне кетейік. Жатырды 3 негізгі бөлікке бөлуге болады. Жоғарыдан төмен қарай. Бірінші түбі. Жатырдың ең жоғарғы домалақ бөлігі. Жүктілік кезінде оның биіктігін өлшеп, баланың мерзімін шамамен анықтауға болады. Екінші денесі. Ортаңғы ең үлкен бөлік. Жатырдың негізгі жұмысы жүктілікті сақтау. Осы бөлікте жүреді. Үшінші мойны, яғни шейка матки. Ең төменгі тар бөлік. Ол қынапқа ашылады. Мойын туралы жеке айта кеткім келеді, бұл өте маңызды мүше. Жатыр мойны есік сияқты. Оның ортасында тесік бар. Медицинада зев деп аталады. Дәл осы тесік арқылы етек кірғаны сыртқа шығады. Сперматозоидтар жатырға кіреді. Бала туу кезінде нәрестенің жолы өтеді. Бір ғана тесік, 3 үлкен міндет. Жатыр мойны шырыш бөледі. Бұл шырыш циклдың күніне қарай өзгереді. Овуляция алдында мөлдір, созылғыш болады. Сперматозоидтарға жол ашады. Цикл басқа кезеңдерінде тығыздалып, инфекцияға қалқан болады. Осыны білетін жұптар жүктілікті осы белгімен де жоспарлайды. Енді қабаттар туралы. Жатырдың қабырғасы 3 қабаттан тұрады, және олардың әрқайсысы маңызды. Бірінші қабат периметрий, ең сыртқы жұқа қабат. Жатырдың терісі сияқты оны іш қуысының басқа мүшелерінен бөледі. Екінші қабат миометрий, ортаңғы бұлшық ет қабаты. Бұл жатырдың моторы. Бала туу кезінде дәл осы бұлшық ет жиырылады. Схваткалар дәл осыдан туады. Етек кір кезінде де осы қабат жиырылады, сондықтан ауырсыну болады. Тағы маңызды нәрсе, миомалар дәл осы қабатта өседі. Үшінші қабат эндометрий, ішкі шырышты қабат. Ең маңыздысы. Бүкіл репродуктивті цикл осы қабатқа байланысты. Эндометрий ия сияқты. Ол ай сайын жаңарады. Цикл басында жұқа болады, овуляцияға дейін қалыңдайды, ұрықтанған жұмыртқаны қабылдауға дайындалады. Ұрықтану болмаса, эндометрий қабатталып сыртқа шығады. Бұл етек кір.
Сіз бұл процесті ай сайын басынан өткересіз, бірақ ол қаншалықты күрделі екенін ойладыңыз ба? Жатыр не үшін керек? Тек бала көтеру үшін ғана ма? Жоқ, жатырдың 5 маңызды қызметі бар. Бірінші, репродуктивтік қызметі, ең белгілісі. Ұрықтанған жұмыртқа эндометрийге бекінеді. Бұл имплантация. Содан кейін 9 ай бойы жатыр баланы қорғайды. Оның бұлшық еттері созылып, жатыр 500 есе дейін үлкейеді. 50 граммдық мүше 500 есе үлкейеді. Бұл табиғаттың ғажайыбы. Екінші, менструалдық қызметі. Жатыр ай сайын менструалдық циклға белсене қатысады. Эндометрий өседі, жаңарады және қабатталады. Жатырдың ай сайынғы ритмі тіршілік белгісі. Үшінші, туу кезіндегі қызметі. Бала туу кезінде миометрий өте күшті жиырылулар орындайды. Осы жиырылулар нәрестені туу жолына итереді. Дәрігерлер оны адам денесіндегі ең күшті бұлшық ет жиырылуы деп атайды. Осыны ойланыңызшы. Төртінші, гормондық қызметі. Бұл туралы аз адам біледі. Жатыр тек контейнер емес, ол гормондық белсенділікке де қатысады. Жатыр мойны простагландиндер бөледі. Бұл заттар жиырылуларды реттейді және иммундық процестерге қатысады. Яғни жатырыңыз иммунитетіңізбен де байланысты. Бесінші, сексуалдық сезімдер. Мен гинеколог ретінде мұны ашық айтуым керек. Зерттеулер бойынша жатыр мойны тітіркенгенде кейбір әйелдерде ерекше сезімдер болуы мүмкін. Сондықтан жатырды алып тастау операциясы кейбір жағдайларда осы аспектіні де қозғайды. Дәрігермен алдын ала сөйлескен дұрыс. Жатыр статикалық мүше емес, ол өмір бойы өзгеріп отырады. Мен 3 кезеңді қарастырамын. Алдымен менструалдық цикл. Орташа цикл 28 күн, бірақ 21-ден 35 күнге дейін норма. Бірінші 7-ші күндер менструация. Эндометрий қабатталып сыртқа шығады. Жатыр бұлшық еттері жиырылады, простагландиндер осы жиырылуды тудырады. Сондықтан ауырсыну болады. Нормада менструация 3-7 күн созылады. Қан жоғалту 40-80 мл-ге дейін. Егер ауырсыну өте қатты болса, немесе қан мол болса, бұл норма емес. Дәрігерге айту керек. 8-13 күндер фолликулярлық фаза. Эстроген өседі, эндометрий қалыңдайды, жатыр мойнының шырышы мөлдір бола бастайды. Денеңіз овуляцияға дайындалып жатыр. 14-ші күн шамасы овуляция. Жұмыртқа бөлінеді, жатыр мойны максималды ашылады. Кейбір әйелдер осы кезде бір жағасынан болар-болмас ауырсыну сезеді. Бұл норма. Миттер-шмерц деп аталады. Неміс тілінен аударғанда ортаңғы ауырсыну дегенді білдіреді. 15-28 күндер лютеиндік фаза. Прогестерон басым, эндометрий тіпті қалыңдайды, имплантацияға дайындалады. Ұрықтану болмаса, прогестерон төмендейді, эндометрий ажырайды, жаңа цикл басталады. Енді жүктілік туралы. Жүктілік жатырдың өміріндегі ең үлкен трансформация. Бірінші апта эмбрион имплантацияланады. Жатыр мүлдем өзгермеген сияқты, бірақ ішінде революция жүріп жатыр. 8-ші апта жатыр алма көлемінде. 12-ші апта кіші жамбастан шығып, іш қуысына кіреді. 20-ші апта кіндік деңгейінде. 38-40-ші апта кеуде қуысының астына дейін жетеді. Бауырды, өкпені, ішекті жоғары итереді. Сондықтан жүктіліктің соңында тыныс тарылады, жиі несеп шығару болады. Бұлардың барлығы жатырдың үлкеюіне байланысты. Бала туғаннан кейін жатыр бірнеше апта ішінде бастапқы өлшеміне оралады. Бұл инволюция деп аталады. 500 есе үлкейіп, қайтадан кішірейе адам денесінің ғажайып қабілеті. Климакс туралы. Климакс бұл аяқталу емес, жаңа кезең, жаңа бостандық. Орташа жасы 45-55, эстроген біртіндеп төмендейді. Жатырда не болады? Эндометрий жұқарады, жатырдың өзі кішірейеді. Менструация алдымен тұрақсыз болып, соңында толық тоқтайды. Мына нәрсені мықтап есте сақтаңыздар. Егер менструация 12 айдан астам тоқтаған соң қайтадан қан кетсе, бұл дереу дәрігерге баруды талап ететін белгі. Ешқандай күте тұруға болмайды, бір күнде. Себебі бұл жатыр ісігінің белгісі болуы мүмкін. Ерте анықталса, емделеді. Енді аурулар туралы. Бүгін мен тек шолу жасаймын. Әр ауру туралы жеке толық видеолар болады. Бірақ негізгі аурулар туралы білу денсаулығыңызды бақылаудың бастамасы. Бірінші, миома,
немесе фиброма. Жатырдың бұлшық ет тінінен өсетін қатерсіз ісік. Қатерсіз дегенде бұл рак емес, метастаз бермейді, бірақ белгілер туғызады. Өте жиі кездеседі. 35 жастан асқан әйелдердің 40-60%-ында болады. Яғни сіздің таныстарымыздың жартысына жуығында бар, тек олар білмеуі мүмкін. Миоманың белгілері мол итеккір, ұзаққа созылатын ауырсыну, іштің толы сезімі, жиі несеп шығару. Соңғысы қызық, солай ма? Жатырдағы ісік қуыққа қысым жасайды. Маңыздысы миома рак емес, бірақ оны қадағалау, кейде ем жасау керек. Екінші, эндометриоз. Өте күрделі және жиі кешіктіріліп диагностикаланатын ауру. Эндометрий тіні жатырдан тыс жерлерде өсе бастайды. Аналық бездерде, іш пердесінде, тікішекте, кейде тіпті өкпеде де. Белгілері өте қатты, күнделікті ауырсыну. Етеккір кезінде ауырсыну іс-тіршілікке кедергі жасайды. Жыныстық қатынас кезінде ауырсыну, жүктілік болмауы. Бұл ауруды диагностикалау өте қиын. Орта есеппен 7-10 жыл кетеді. Сондықтан айтамын, егер етеккіріңіз қатты ауырса, мұны норма деп қабылдамаңыз. Норма ауырсыну болмауы немесе жеңіл дискомфорт. Қатты ауырсыну бұл сигнал, дәрігерге барыңыз. Үшінші, эндометрит. Жатырдың ішкі қабатының қабынуы. Инфекция себебінен болады, немесе аборттан, операциядан, бала тууден кейін дамуы мүмкін. Белгілері: температура, іштің ауыруы, жағымсыз иіспен немесе ерекше түспен ағу. Жедел ем қажет ететін жағдай. Төртінші, жатыр мойнының эктопиясы. Бұрын эрозия деп атайтын, бұл ескірген термин. Жатыр мойнының сыртқы бетінің өзгеруі өте жиі кездеседі. Белгілері: жыныстық қатынастан кейін аздаған қан кету, дискомфорт, кейде мүлдем белгісіз. Маңыздысы, эктопияның барлығы емделуді қажет етпейді, дәрігер тексеріп шешеді. Бесінші, жатыр мойнының рағы. Бұл туралы айтпасқа болмайды. Жатыр мойнының рағы алдын алуға болатын рак. 99% адам папиллома вирусы, яғни ВПЧ себебінен болады. Алдын алу жолдары анық: ВПЧ вакцинасы, жыл сайын немесе 3 жылда бір рет ПАП-тест. Ерте анықталған жатыр мойнының рағы 95% жағдайда толық емделеді. Скринингті өткізіп алмаңыздар. Жатырдың пролапс туралы айтып өтейін. Байламдар әлсіресе, жатыр төмен сырғиды. Себептері: ауырту, бірнеше рет туу, менопауза, артық салмақ, ауыр дене жүктемесі. Белгілері: іштің ауырлық сезімі, бірдене түсіп кеткендей сезім, несеп ұстай алмау. Келген жаттығулар арқылы алдын алуға болады. Мен мұны ерекше атап өтемін. Бізде ауырмаса бармай-ақ қояйын деген менталитет бар. Немесе өзі өтіп кетер деп күтеміз. Жатыр ауруларының көпшілігі ерте кезеңде мүлдем белгісіз болады. Сондықтан белгілер шыққанда кешіктіруге болмайды. Мына жағдайларда дереу дәрігерге барыңыздар. Етеккір арасында қан кетсе, цикл аяқталған соң немесе цикл басталмай тұрып кез келген қан кету. Жыныстық қатынастан кейін қан кетсе, жатыр мойнының патологиясының жиі белгісі. Климакистан кейін, яғни 12 айдан астам менструация тоқтаған соң, қайтадан қан кетсе, бір күнде кешіктірмеңіз. Ауырсыну өте қатты болса, дәрі ішпей тұрып іс-тіршілікке кедергі жасаса. Жағымсыз иіспен немесе ерекше түспен ағу болса. Іштің үнемі толы, ауыр сезімі болса. Тұрақты жыныстық өмір кезінде 6 айдан астам жүктілік болмаса. Жоспарлы тексерулер туралы. Белгі болмаса да жылына бір рет гинеколог кеңесі. 25 жастан бастап жылына немесе 3 жылда бір рет ПАП-тест. Ультрадыбыстық зерттеу белгілер болса, немесе 30 жастан асқанда жоспарлы. Бұл тексерулер 20 минут уақытыңызды алады, бірақ ауруды ерте анықтауға мүмкіндік береді. Біз бүгін жатыр туралы бастан аяқ сөйлестік. Ол қандай мүше екенін, 3 бөлігін, 3 қабатын, 5 маңызды қызметін, циклдан климаксқа дейін қалай өзгеретінін, миома, эндометриоз, эктопия, рак, пролапс сияқты негізгі ауруларды, және қандай белгілерде дәрігерге кешіктірмей бару керектігін. Бір нәрсені мықтап есте сақтаңыздар. Жатырыңызды білу – бұл сіздің денсаулығыңызды қорғаудың ең қуатты құралы. Денеңізге құлақ салыңыздар, белгілерді елемеңіздер. Жоспарлы тексерулерді өткізіп алмаңыздар. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар, каналға жазылыңыздар. Сіздерге арналған тағы көп пайдалы видеолар дайындап жатырмын.
пікір қалдырыңыздар. Жатыр туралы бұрын білмеген қандай нәрсе есте қалды? Барлық комментарийлерді оқимын және жауап беремін. Ана апаларыңызға, әпкелеріңізге, қыздарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Бұл әр әйелге қажет ақпарат. Сіздің жіберген видеоңыз басқа біреудің денсаулығын сақтай алады. Келесі видеода эндометриоз туралы толықтай айтамын. Өте маңызды тақырып. Өйткені эндометриозы бар әйелдердің көпшілігі жылдар бойы дұрыс диагноз ала алмай жүреді. Сонда кездескенше аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мол болсын. Мен Гүлназ дәрігер, қайта кездескенше.